жылыжай бул Казакстандагы эки iri жылыжайдын бири. Күнүнө 40 тоннадай дайын өнүм береді. 200 адам жұмыспен қамтамасыз етіп отыр. Өнімдері Қазақстанға тарап отыр. Соның ішінде енді біз әдетте оңтүстік өңірден алатын елге жататын едік қой. Керісінше оңтүстікке, соңғы Шымкентке дейін тарап отыр өнімдері. Сонымен қатар кейбір ТМД елдеріне де тарап отыр. Сондықтан бұл жылыжайдың енді белгілі проблемалары бар екен. Ол мәселелерді енді біз депутаттық корпус өзіміздің тарапымыздан қарастыратын боламыз, қолымыздан келсе көмектесетін боламыз. Өйткені мынадай үлкен аса ірі объектіні салу, оны іске қосу, оны ары қарай жұмыс жасату ол оңай шаруа емес. Сондықтан да бұл жерде мемлекет өзінің тарапынан қолынан келгенше заңның шеңберінде көмек көрсетуге тиісті деп ойлаймын.